Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге осындай квадрат пішінді чебуректің рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ең алдымен біз қамырын елеп аламыз. Сол үшін бізге електен өткен ұнымыз қажет. Оның үстіне сұйық майымызды құямыз және бізге қазір ғана қайнап шыққан ыстық суымыз қажет. Осы ыстық суымыздың үстіне бір шай қасық тұзымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Тұзымыз толығымен еріп кетуі қажет. Осы ыстық суымызды ұнымыздың үстіне толығымен құйып жібереміз және бірінші кезекте қасықтың көмегімен араластырып аламыз, өйткені қамыр ыстық болады, қолымыз күйіп қалуы мүмкін. Қамырымыз сәл суығаннан кейін барып, қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып, июн қайындырып, орташа қаттылықтағы қамыр елеп шығатын боламыз. Мінекей бізде осындай қамыр шықты. Бастапқы кезде өйстіп тұрады. Пакетикке салып, жарты сағат көлеміне қойып қоямыз. Сонда июі қанып, жұмсақ болып шығады. Жарты сағат өткен екен, мінекей қамырымыз жұмсарды, әдемі болды. Қолымыздың көмегімен кішкене жайып аламыз. Асты үстіне ұнымыз сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Бізде чұға қамыр шығу керек. Астындағы дастарханның суреттері көрінетіндей чұғалықта жайып аламыз. Мінекей қамырымыз чұқа болып жайылды, астындағы дастархан суреттері көрініп тұр. Енді осыны мантыға кескенде кесіп алатын боламыз. Квадрат пішінді кесеміз, бәрін бірдей қылуға тырысамыз. Салмасына мен картошканы қолданатын боламын. Алдын ала қайнатылып алып, дәміне қарай тұз, бұрыш салып аламыз. Өз қалауыңызша басқа да салманы қолдансаңыздар болады. Осылай қамырымызды жайып, ішіне картошка салмамызды салып аламыз. Енді қамырымызды видеода көрсетілгендей түйіп аламыз. Төртбұрышта қылып, бірінші екі шетін аламыз қарама қарсы, одан кейін қалған шеттерін бір-біріне жабыстырып шығатын боламыз. Ашық жерлерін қамырдың бір-біріне жабыстырамыз. Осылайша барлық қамырымызды түйіп шығатын боламыз. Қызып тұрған майымызға чебуректеріміз салатын боламыз. Чебуректеріміз салған кезде бірден көтеріліп шығу керек және де бірден келесі бетіне аударып тұрамыз. Демде пісіп қалады. Өзінің әдемі пузыріктермен пісетін болады. Осылайша барлық біздің чебуректерді пісіріп шығатын боламыз. Мінекей біздің өте әдемі, дастарханның сәнін келтіретін, дәмді болып шығатын чебуректеріміз дайын болды. Осы рецепт бойынша балаларыңызға жасап беріңіздер. Сіздерге видео ұнап жатса, пайдалы болып жатса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және осы видеоның астына комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы дәмді рецептермен бөлісетін боламын. Соңына дейін көргеніңізге көп рахмет.